Жас прожект жобасы бойынша жолданған құжаттардың 70-і ұйымдастырушылар тарапынан мақұлданған. Бұл мүмкіндікке ие болғандар енді ғимараттарын жалға алу, қажетті құрал жабдықтарды жинақтау жұмыстарына кіріскен. Қолдау тапқан жобалар арасында негізінен ауылдардан қатысып жатқан жастардың жұмыстарына басымдық берілген. Ауыл балаларының ағылшын тілі бойынша біліктілігін арттыруды көздеген Жаңылсын Қосжанованың да жобасы қолдауға ие болды. Ол 2015 жылдан бері номері 11 орта мектепте ағылшын тілінен сабақ береді. Осы жоба арқылы мүмкіндігі шектеулі, қамқоршысыз қалған балаларға арнап ағылшын тілінен қосымша дәріс беруді қолға алған. Жобаның пайдасы өте мол деп ойлаймын, себебі қазір жастар жылында мүмкіндік көп беріліп жатыр. Солар жастарды өзін дамытуға, өзінің жеке кәсібін ашуға, мына жұмыссыздық белең алған заманда қазір көптеген мүмкіншіліктер болып жатыр. Осы ұйымдастыру агенттігіне өте алғысым шексіз. Жаңылсынның жанында тағы бір әріптесімен 2 жасөспірім бар. Оның бірі студент. Олар жобасын қолға алған күнде 50 оқушыны қамтымақ. Мүмкіндігі шектеулі балалардың үйіне барып оқытпақ. Ал Қызылсай ауылынан қатысқан Әсем Сәулеева отбасында жұмыссыз отырған аналарға тігін және тоқыма өнерін үйретуді мақсат тұтқан. Бөлінетін қаржыға байланысты қажетті жабдықтарын алуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда жобаға жібергеніміз тігін машинкалары және де тоқыма жіптері, соның ішіне сертификаттарымыз кіреді. Сол оқушыларымыз бітіргесін сертификаттарымыз береміз. Және де жаңағы парталарымыз бар, сол ішінің жабдықтарымен жалға алуы бар. Әсем Сәулеева 2 ауыл тұрғынымен бірге жұмыс жасамақ. Оларда тігін және тоқыма қолөнерін терең меңгерген жандар екен. Қазірше Қызылсай ауылынан ғимаратты жалға алуға жұмыстанып жатыр. Алдағы күндері жоба жеңімпаздарына арнайы семинарлар ұйымдастырылады. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.